Халықаралық болашақ стипендиясы 1993 жылдың 5 қарашасында ел экономикасының басым секторлары үшін кадрлар мен мамандарды даярлау мақсатында құрылған. Бағдарламаға магистр, философия докторы PhD, білім бойынша доктор дәрежесін алуға, резидентурада оқуға, тағылымдамадан өтуге үміттенетін Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. 2023 жылы білім алуға 555 стипендия бөлінді. Оның ішінде магистратура және резидентура бағдарламаларына 395, докторантураға 50, тағылымдамадан өту үшін 110 стипендия бөлінді. Басым мамандықтар тізіміне 262 мамандық кірді. Оның ішінде робототехника, жасыл технологиялар, инклюзивті білім беру және тағы басқа. Жыл соңына дейін өтінімдерді қабылдаудың екі легі 5 маусым мен 7 шілде. Сондай-ақ 17 шілде мен 15 қыркүйек аралығында өтеді. Конкурстық іріктеу онлайн режимінде өтеді. Кез келген қатысушы жеке кабинет арқылы іріктеу турларының өтіп, өз нәтижелерін алады. Конкурстық іріктеудің бірінші туры кешенді тестілеу. Екінші тур тәуелсіз сараптамалық комиссия мүшелерімен анонимді дербес әңгімелесу. Үшінші тур шетелдік кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның қарауы. Қабылдау туралы барлық қажетті ақпаратты Telegram қосымшасындағы жастар лайфбот боты арқылы және www.bolashak.gov.kz сайтынан ала аласыз. Болашақпен жарқын болашаққа қадам жасаңыз. Күш білімде.